Енемнің мерейтойында мен үшін орын болмады, олардың отбасында мен артық болдым. Сен бұл жерде артықсың деп сыбырлады ол, ал күйеуім үнсіз қалды. Мен де үндеместен кетіп қалдым. Ешкім тіпті ол кештің қалай аяқталатынын елестете де алмаған еді. Барлығы менің бір ауыз сөзімсіз. Ал біз жалғастырмас бұрын арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз канал үшін өте маңызды. Елена соңғы күндері толқу мен үміт аралас күйде жүрді. Күйеуінің анасы Светлана Петровнаның мерейтойы жақындап келе жатты. Бұл кеш не болмақ? Жаңа бетбұрыс па? Қарым-қатынасты түзетудің мүмкіндігі ме? Жылдар бойғы салқындық пен кінәлауларға қарамастан Елена әлі де үміттенетін. Бәлкім, осы жолы ғана оны отбасының бір бөлігі ретінде мойынды. Ол мерекенің бар жауапкершілігін өз мойнына алды. Элиталық күміс Лалагүл мейрамханасында залды брондап, нежар персик түстес раушандар мен күміс акценттерді таңдап, жанды музыка, нәзік фортепиано жылы атмосфера орнатты. Күйеуі Андрей бұл іске араласпады. Ол әрдайым анасы мен әйелі арасындағы қақтығыстардан алыс жүргенді жөн көретін. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болады деп сенді Елена. Ол шын көңілімен осы кеш Светлана Петровнаның жүрегіндегі мұзды ертет деп үміттенді. Бір ғана жылы көзқарас, бір ауыз рахмет естуді қалады. Мереке күні ол мейрамханаға 1 сағат бұрын келді. Барлығын жеке тексерді, үстелдердің орналасуы, жарық, музыка, гүлдердің балғындығы. Жаңа бордо түсті көйлегін түзеп айнаға қарап тыныш дем алды. Залға кірген сәтте жүрегі шым ете қалды. Мейрамханалық толы. Терезе қасында туған туыстар, таныстар. Ортасында өзіне сенімді жайдары. Мәртебелі Светлана Петровна. Бір сәт Елена тоқтап қалды. Ешкім оған назар аудармады. Ол өз мерекесінде бөтен адамдай сезінді. Күш жинап, ол үстелге жақындады. Қайырлы кеш. Қуаныштарыңызбен. Светлана Петровна оны салқын көзқараспен шолып шықты. А, Леночка. Сәлем деді мұздай үнмен. Андрей үндемеді. Көзін төмен түсіріп, әйелін елемегендей отырды. Елена үстелге көз жүгіртті. Барлық орындар белгіленіп қойған. Кешіріңіз, менің атым жоқ сияқты. Мүмкін тағы бір орын қостырсам ба екен? Деді абыржып. Светлана Петровна мысқылмен жымиды. Леночка, неге драма жасайсың? Сен ешкім күткен жоқ қой. Деді даусын көтеріп. Барлығы еститіндей етіп. Зал тып-тыныш болып қалды. Еленаның беті ду ете қалды. Бұл сөздер шапалақтай соққы болды. Ал күйеуі жай ғана. Болып тұрады, уайымдама деді, селқос қана. Сол сәтте Елена бәрін түсінді. Бұл отбасында ол ешқашан өз адамы болмайды. Қанша тырысса да ол артық жан. Ол жыламады, дау шығармады. Тек иығын түзеп. Дұрыс айтасыз, Светлана Петровна. Шынымен менің бұл жерде орным жоқ деді сабырмен. Сосын бұрылып залдан шығып кетті. Артындағы сыбыр мен көзқарастарға мән берген жоқ. Дәлізде әкімшіге қоңырау шалды. Сәлеметсіз бе, мен Елена Соколова. Бронды жоюыңызды сұраймын. Алдын ала төлемді өздеріңізге қалдырыңыз. Қалғанын аудармаймын. Сол сәтте оның иығынан ауыр жүк түскендей болды. Көшеге шыққанда алғаш рет еркін тыныс алды. Қайда барарын білмеді. Бірақ бір нәрсені анық түсінді. Оның енді қайтып өз орнын таппаған жерге барғысы жоқ. Жылдар бойы тұншыққан күйзелістен кейін Елена алғаш рет өзін әлсіз емес, бостан сезінді. Қонақтар әлі де келіп жатты. Ал Светлана Петровна үстелдің басында паң киіппен өзін өзі дәріптеп отырды. Осы кезде оған мейрамхана әкімшісі жақындады. Көзінде қобалжу, жүзінде жылдар бойы жаттыққан кәсіби сыпайылық пен жасырын жанашырлық тұр еді. Светлана Петровна, кешіріңіз, мазалағаным үшін. Деді ол даусын бәсеңдетіп, ешкім естімесін дегендей еңкейіп. Бірақ кішкене түсініспеушілік болып қалды. Светлана Петровна оны мұздай көзқараспен тоқтатты. Қас қағым сәтте оны киімінің түймелеріне дейін тексеріп шыққандай.
Қандай түсініспеушілік? Менің мерейтойым ғой. Барлығы төленген, барлығы келісілген. Тек кешімді бұзбасаңыз болды, деді салқын үнмен. Құдай сақтасын, деп әкімші бірден жауап қатты. Жағасын реттей түсіп, тек банкет жойылды. Залда үнсіздік орнады. Тіпті шанышқының тарелкаға тиген дыбысы құлаққа қатты естілді. Светлана Петровна қабағын түйді. Қалайша жойылды? Кім жойды? Бұл не масқара? Жоқ, ханым, бұл қалжың емес, деді әкімші даусын төмендетіп. Тапсырысты ұйымдастырушының өзі Елена ханым жойды. Зал ішінде көзге көрінбес бомба жарылғандай болды. Не дейсіз? Сол өзімшіл келіншек менің мерекемді жойды ма? Ол қалай батылы жетті? Деп ашудан албыраған. Светлана Петровнаның даусы залды жаңғыртты. Бұған дейін салат түртіп отырған Андрей басын көтеріп аңтарылып қарады. Мам, сабыр етші, не болды өзі? Не болды дейсің бе? Сенің әйелің бәрін бүлдірді. Мерейтойымды жоқ қылды. Банкет жойылған. Андрей абдырап қалды. Сабырла, момын Елена осындайға барады деп ешқашан ойламаған. Ол әрдайым шыдайды деп сенетін. Бірақ сірә әйелін қатты менсінбегенін енді ұқты. Ал әкімші болса екі оттың ортасында қалып, сасқалақтап сөйлеуін жалғастырды. Кешіріңіздер, бірақ тапсырыс берушінің растауынсыз біз қызмет көрсете алмаймыз. Біздің ереже сондай. Сол сәтте абыр-сабыр басталды. Официанттар үстелдерден тәрелкелерді жинай бастады. Музыканттар аспаптарын асығыс жинап жатты. Қонақтар аң-таң күйде сыбырласып орындарынан тұрып жатты. Ешкім не болғанын түсінбеді. Светлана Петровна ашудан үстелді жұдырығымен соғып қалды. Мен мұны бұлай қалдырмаймын. Көрсетемін мен оған. Андрей, дереу соқ оған. Қазір. Не болып жатқанын түсіндірсін. Андрей тыңдаушы сарбаздай телефон алып, нөмірді терді. Бір гудок. Екіншісі. Үшіншісі. Жауап жоқ. Тағы тер. Деп шыңғырды анасы. Міндетті түрде бәрін қайтарсын. Немесе. Бірақ Андрей оны тыңдаған жоқ. Көзі бір нүктеге қадалып, ішінен бір ауыр нәрсені ұғынғандай болды. Бір маңызды сәт өтті. Және ол оны тағы да өткізіп алды. Ал дәл сол сәтте Елена мейрамханадан бірнеше көше ары шағын жайлы кафеде отыр еді. Алдында буы бұрқыраған ыстық шоколад. Терезе сыртында баяу жүріп бара жатқан адамдар. Сыртта өмір өз арнасымен ағып жатыр. Сол кезде есіктен бір ер адам кірді. Бұл Роман, оның бұрынғы курстасы. Көптен бері көрмеген ескі досы еді. Кезінде ол Елена үшін ерекше адам болған. Жылдар өтсе де, оның есімі әрдайым жылы естеліктермен байланысты болатын. Роман бірден таныды. Еленаның көзінде мұң бар. Бірақ сонымен қатар жаңа жарық бір нұр пайда болғандай. Елена, сен бе бұл? Міне кездесу, деп таңдана дауыстады ол. Елена басын көтеріп жымиып жіберді. Рома, қанша жыл өтті. Көргеніме қуаныштымын. Мен де, деп Роман жайғасты. Бірақ сен шаршаңқысың. Барлығы жақсы ма? Елена кідіріп қалды. Айтып беруге тұрар ма екен деп ойлады. Бірақ оның көзінде бұрынғыдай адалдық пен жылулық көрінді. Бүгін қайыненемнің мерейтойы еді. Мейрамханада атап өтеміз деп едік. Бірақ бәрі басқа арнаға бұрылды. Дәлірек айтқанда, бәрі баяғыдай болды. Ол бәрін айтып берді. Қорлау, немқұрайлылық, Андрейдің үнсіздігі, жүрегін жаралаған сөздер, мерекені шын көңілмен дайындағанын, бірақ өзін сол кеште бөтен сезінгенін, сосын қалай бәріне нүкте қойғанын. Роман үнсіз тыңдады. Тек кейде басын изеді, кейде терең күрсінді. Бірақ бір ретте сөккен жоқ. Елена әңгімесін аяқтағанда, кафеде тыныштық орнады. Ол бірінші рет өмірінде тыныштықтан қорықпады. Сол сәтте ол еркін еді. Сен бәрін дұрыс істедің, деді ол жай дауыспен.
Сен сүйіспеншілікке лайықсың, шынайысына. Егер олар саған соны бере алмаса, кету ең дұрыс шешім болған. Мен сенімен мақтанамын, Лена. Елена көз жасын әрең тежеді. Рахмет, Рома, маған осыны біреу айтуы керек еді. Мен көп күмәндандым. Бірақ қазір енді сенімдімін. Роман жылы жымиды. Сен мықтысың. Барлығы жақсы болады. Ал қазір жай ғана тағы бір кесе ыстық шоколад ішіп, бәрін ұмытып кетейік. Кеттік. Осы сәтте Елена көптен бері бірінші рет шын көңілден жымиды. Сол мезетте телефоны шырылдады. Экранда Андрейдің нөмірі. Елена терең күрсініп бәрібір жауап берді. Иә, Андрей. Лена, сен қайдасың? Неге байланысқа шықпайсың? Есіңнен айырылдың ба? Сен банкетті жойдың, анамның мерейтойын бұздың. Не істегеніңді түсінесің бе өзі? Түсінемін, деді Елена сабырмен. Мен енді сендердің өмірлеріңнің бір бөлігі болғым келмейді. Не деп тұрсың? Айқайлады Андрей, сен менің әйелімсің, менің қасымда болуға тиіссің. Мен енді сенің әйелің емеспін, Андрей, мен ажырасуға арыз беремін. Жауабын күтпей, ол қоңырауды үзіп тастады. Сосын Романға қарап әлсіз жымиды. Ал не дейсің, тағы бір кесе ыстық шоколад алайық па? Қуана-қуана, деді ол. Олар кеш бойы әңгімелесті. Роман өте зейінді, жылы адам еді. Ол саяхаттары, жұмысы, сүйікті кітаптары туралы айтты. Ал Елена бұрын ішіне түйіп келген ойларын, армандарын бөлісті. Кеш соңында Роман оны шығарып салуды ұсынды. Рахмет, Рома, бүгінгі кеш үшін. Сенің қасында мен өзімді тыныш әрі еркін сезіндім. Маған да солай, Лена, үміттенем, бұл соңғы кездесуіміз емес. Мен де үміттенем. Пәтеріне көтерілгенде Елена өзін басқа адамдай сезінді. Енді қорғақ, басылған әйел емес, еркін, мықты және көптен бері бірінші рет тірі адамдай. Түннің бір уағында пәтерге Андрей кіріп келді. Бет аузы ашудан қызарып кеткен. Есікті тарс жапты да дауылдай жақындап келді. Ал Елена диванда тыныш отырып шөп шайын ішіп отыр еді. Роман кеңес берген, жүйкені тыныштандырады деп. Не істедің өзің? Деп айқай салды Андрей, кілттерін сөреге лақтырып. Сен менің анамның мерейтойын құрттың. Есің дұрыс па өзіңнің? Елена шын аяғын үстелге қойып, баяу көзін көтерді. Көзінде қорқынышта, реніште жоқ, тек шаршағандық пен нықтық бар еді. Мен ештеңе білдірген жоқпын, Андрей. Сен рахметсізсің. Біз сен үшін қанша нәрсе жасадық. Рас па? Деді ол күлімсіреп. Нақты не жасадыңдар? Күн сайын мені төмендетіп, сын айтып, өз өлшемдеріне сай етуге тырыстыңдар ма? Рахмет, мен шаршадым. Сен жай ғана истеричкасың. Деп айқайлады Андрей. Анам сенің кесіріңнен дерлік талма алды. Сол сәтте есік тарсы ашылып, ішке ашулы Светлана Петровна кіріп келді. Ах, сен жексұрын. Деп айқайлады ол. Сен менің отбасымды бұзғың келдің бе? Бұны саған ешқашан кешірмеймін. Елена оған сабырмен қарады. Қорқынышта, ашу да жоқ, тек аяушылық. Светлана Петровна, мен ештеңе бұзбаймын. Мен тек кетіп барамын. Кетесің бе? Сен кімсің өзің онсыз? Сен рахмет айтуың керек біз сені қабылдағанымызға. Елена орнынан тұрып, иығын тік ұстап тік қарады. Мен өзіммін. Енді сендердің отбастарыңның бір бөлігі болғым келмейді. Мен одан да жақсы нәрсеге лайықпын. Жақсырақ дейсің бе? Сен не ұсына аласың, өзіңнің сорлы өміріңнен басқа? Бақыт, деді Елена. Өзіме мен өз бақытымды таңдаймын. Енді ешкімге оны менің қолымнан тартып алуға жол бермеймін. Андрей сілейіп тұрды. Елена, ойланып көр. Қайда барасың? Не істейсің? Мен табам не істеу керегін. Ол шкафтан чемоданын шығарып, киімдерін жинай бастады. Светлана Петровнаның айқайы, қарғысы бәрі енді оған әсер етпеді. Андрей тоқтатуға тырысты, жалынды, бірақ Елена шешімін қабылдап қойған еді. Мен ажырасуға арыз беремін, Андрей, сен мұны қабылдауың керек. Андрей басын төмен түсірді.
Ол бәрін түсінді, біткен. Ол Еленаны жоғалтты, оны қорғай алмады, жанында болмады, енді кеш болды. Елена заттарын жинап, пальтосын киіп, сөмкесін алып есікке беттеді. Сау болыңдар, деді ол, артына бұрылмастан. Сендерге тек жақсылық тілеймін. Ол шықты. Кешкі жел бетіне тиді. Жақын маңдағы шағын қонақ үйге кіріп бөлме алды. Кешке төсекте жатып, Елена Романаға хабарлама. Егер олар саған соны бере алмаса, ертең сол жерде кофе ішейік пе? Деді ол. Келесі күні олар қайтадан сол кафеде кездесті. Елена бәрін айтып берді. Андреймен болған әңгімесінде. Светлана Петровнаның айқайында. Мен ажырасуға арыз бердім, деді ол баяу. Роман мұқият тыңдады, сөзін бөлмей. Мен сенімен мақтанам, Лена, деді ол, оның қолын ұстап. Сен дұрыс шешім қабылдадың. Сен бақытты болуға лайықсың. Елена жымиып, жүрегінің түбінен сол сөздердің шынайылығын сезінді. Рахмет, Рома. Мен қасыңдамын. Әрқашан маған сенуге болады. Олар құшақтасты. Сол сәтте екеуінің арасында бір нәрсе пайда болды. Шын таза сезім. Сыртта түн түсіп, көшедегі шамдар жанып тұрды. Кафенің іші жылы жарыққа бөленген. Елена Романның қолынан ұстап отырып, көп жылдар бойы ұмытқан шын бақыт сезімін қайта тапты. Олар алдағы өмір туралы әңгімелесті. Махаббат пен сенімге толы. Екеуі бірге құратын жаңа өмір жайлы. Елена білді. Алдында оны жаңа тарау күтіп тұр. Онда ол шынайы өмір сүреді. Және енді ешқашан жалғыз болмайды.